УЕФА-ның 51-ші конгресі Қазақстанда өтеді. Бұл туралы Еуропа футбол қауымдастықтары одағының Брюссельде өткен жиынында хабарланды. УЕФА конгресі ұйымның ең жоғары басқарушы органы. Жыл сайын өтетін басқосуда 55 ұлттық қауымдастықтың өкілі жиналады. Іс-шара аясында Еуропадағы футболдың стратегиялық дамуын айқындайтын негізгі шешімдер қабылданып, қаржылық және ұйымдастырушылық мәселелер бекітіледі. Конгресті ұйымдастыру және өткізу шығындары УЕФА есебінен жүзеге асырылмақ. Айтулы шара елімізде бұрын соңды өткен ең ірі халықаралық футбол жиындарының бірі болмақ және Қазақстанның Еуропалық футбол қауымдастығындағы позициясын нығайтуға, сондай-ақ спорт саласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге мүмкіндік бермек. Түбірлі жиын келесі жылы 4 наурызда Астанада өтіп, Қазақстанда Еуропа футболының алдағы жылдардағы даму бағытын айқындайтын шешімдер қабылданбақ. Этот конгресс будет выборным. Айта кету керек, бұл конгресс сайлау сипатында өтеді. Астанада келесі кезеңнің УЕФА президенті сайланады. Бұл шын мәнінде тарихи оқиға. Баршаңызды құттықтаймын.